Қарт Қаратаудан баста болған Қызылқұм өңірі. Қоспанқұмды жағалай жатқан берекелі Беріштауға дейінгі бел-белестер, байырғы мен бүгінгінің тарихи куәсі іспетті. Бөрші етегі мен Қоспанқұмның киелі топырағын жағалай жамылып жатқан даналар мен бабалардың, аңыз болған аналардың мазараты өткен күннің шындығынан сәр бүгіп тұрғандай. Көнекөздердің куәсі іспетті, бір-біріне қол созғандай қаз-қатар қарайып жатыр. Қызылқұм белесінде ізі қалған олардың есімі биік төбелер мен мәңгілік табысқандай. Туған өлкем мүлік өңіріне жақындаған сайын айқара ашық биік қақпасы мен мұндалап, алыстан көз тартып, қош келдіңіздер деп құшақ жая қарсы алады. Көңілге ыстық, жаныңа медеу туған жер табалдырығы, өмір сүру салтымыздың тарихи бастауы болғандықтан, текті сөзіміздің төркіні ауылда ағайын есімдерімен көмкерілмек. Я, біздің өңірдің тарихы өте тереңде жатыр ағайын. Әттең не керек, кеше қойма жүрек қарияларымыздың орны толмас талай рухани деректерді өздерімен бірге алып кеткендері өкінішті. Қазірде қатары сиреп қалған үлкендеріміздің үлгі аңыз әңгімелері болмаса, байырғы көнекөз ата толғау шындығы бүгінгі өмір толқын жағасынан тым алыста жатыр. Бір құдықтың суын ішіп, тандыр наны мен айран үстінде бір-бірімен теңдей бөліскен, жаны жомарт, қол ашық ауыл жұртшылығы бұл. Көршілердің ауласының арасында қоршауы да жоқ қой. 4 түлік малмен жанаралас жатқан мамыражай өлкет. Жаратқан иеміздің қалауымен осы қасиетті топырақта шыр етіп дүние есігін ашып, халқымыздың салт дәстүрімен өніп өсу бұйрығы пешенемге жазылғанында үлкен бақыт болса керек. Ендеше осы аядай ғана ауылымның бақытты шақтарын баяндаудың мезгілі жеткен секілді. Жалпы мүлік деген ұғымның астары да тым тереңде жатыр. Мал мүлкің, жан ұяң, жеке меншік затың, жалпы базарлы барың, мүлігің, байлығың деп түйінделсе керек. Мүлік елінің өзекті өмірінің өлшемін өсектеп емес, өсер елдің ұрпағы ретінде әспеттесем әбестік болмас. Олай болса, 4 құбыласы тең өскен, тамыры терең текті өлкеміздің тал бесігін шамам жеткенше қалам ұшымен тербетейін. Ауылымыздың іргетасын өз қолымен тұрғызған ардақты ағалар мен талай ұрпаққа тәлім берген ұстаздар мен зиялы қауым есімдері тайға таңба басқандай белгілі. Қаракөл мал шаруашылығымен айналысқан ауыл тұрғындарының ауыз толтырып айтарлықтай табыстармен елді мекен атаулары ауылдас ағайындардың көркем есімдерімен ұштасып жатыр. Кіндік қаны тамған жерінен алыс кеткен әр пенде өскен ортасын сағынып еске алатыны анық. Ендеше өмір сүру қағидасының ереже заңдылығында қандай құпия сыр жатыр. Адамзат бойына берілген осы қасиетті сезім нені мегзейді? Жаратушы иеміздің құдіреттілігі шексіз ғой. Екі аяқты пендесін болашаққа құштар етіп, өткен шағы мен бүгінгі оқиға сәттеріне куә етіп қоюы қандай ғанибет. Зымырап өтіп жатқан уақыттың өзіндік себеп салдары мен оқиғаларын күнделікті жаратылыс заңдылығының еншісіне балап, тағдырымызға тәуба дейміз. Ноқтаға бас сыймайтын тұлпар уақыттың желісін бір сәтке болса да тежеп тұру мүмкін емес. Бұл жағдай
адамзат санасына таныс ұғым болғанымен, бірақ оны ескере бермейміз-ау. Дегенмен, саналы пенде таным түйсігі арқылы тіршілік иесі екенін сезінуі қандай ғажап. Егер де оны аймақ, өңір ұғыммен түйсініп қарайтын болсақ, көз алдыңда өтіп жатқан уақыт пен өмір тізбегі жайдан жай құбылыс емес екен. Өте күрделі, ұлы құпия жаратылыс екенін мойындайсың. Сондықтан әрбір пенде өзіне де, өзгелерге де ой көзімен үңіліп, ғаламат әлемнің таңғажайып бір бөлігі екенін сезініп, Тәңір сыйлаған мынау тіршілік әлемінде тірі бар екенін түйсінудің өзі бақыт пен бақуаттылық болса керек. Бүгінде біз мынау өткінші дүниеден не аламын деп емес, осы тіршілік әлеміне не беремін деген оймен өмір сүріп, саналы түрде қызмет көрсетуіміз керек сияқты. Балашақтан болашаққа бағыт алып, өз өміріңе баға беріп, сараптаудың айыбы жоқ шығар. Сонымен айрандай үйіп отырған өнегелі ел мен бүкіл ауыл тік көтерілі көшіп қоныс аударғалы да талай жылдардың жүзі болды. Бүгінде Алатау аймағына қоныс тепкен ел жұртымыз бір кездері Тұрымтай тұсына дегендей тардай шашылып кетсе де, уақыт өте келе жаңа қоныс пен бейтаныс ортаға бейімделе білді. Оған тәуба дейік. Бір елден екінші елге қоныс аударуда оңай емес. Дегенмен туған жеріне деген сағынышты сезімдер еш уақытта ескірмей, жүрек түбінде жасырын ғана маздап, жаныңа жылу беріп жатады екен. Сана түйсіктегі сағым суретте бірте-бірте үлкен сағынышқа айналады екен. Сол себепті ордалы қауым ылғи да өз ортасын аңсап, бірін-бірі іздейтіні заңдылық көрінеді. Жиын тойда жолға қалса, ең жақын бауырын жаңа көргендей, қайта тапқандай жамырап, шүйіркелесе қалуда сондықтан. Яғни ет пен сүйектен жаралған пенденің қай қиырда жүрсе де өз жерлесін іздеп, сағыныш сезімін білдіруі адами қасиетке тән құбылыс. Жүректегі сезіммен ауызекі сөздерін жеткізе білетін әрбір пенде өз туған жеріне деген сағынышын да жасыра алмайды. Себебі өскен ортасына байланысты қалыптасқан өмір оның сана болмысының ұстазы. Яғни әрбір жан иесі туған өлке табиғатына адами түйсігімен тәуелді, сонымен тамырлас. Ана сүтінен нәр алып, туған жерінен өсіп өнген, жеміс дәмімен жұтқан ауасымен, ішкен суының бар қасиеті түгел бойына сіңіп, туыс, аймақ мекенге табиғи бейімделуі соның бір дәлелі шығар. Олай болса, ана махаббаты мен туған жер дәрумендері адам санасына терең бойлап, сатылмайтын қасиетке айналуы ұлы заңдылық деп түсінейік. Қадірлі ағайын, туған өлке ажарымен балалықтың базарына қиял оймен саяхаттап, өткен шақтың оқиғаларына ой жүгіртсем, айып болмас. Менің базарлық ғұмырға бастау алған баянды бала жастық шағым алақандай ғана ауылда өтті. Ауылдас, туыс, ағайындардың бойындағы бар асыл қасиетті, имандылық пен тәлім тәрбие тектілігін бойымызға дарытқан, жаратқан иемізге мың тағзым. Ендеше сол ауылдың шынайы тыныс тіршілігіне тамшыдай болса да, өз үлесімді қоссам-ау деген ізгі ниеттен туындаған шығармашылық еңбегім сіздерге деген арнайы шашуым болсын ағайын.
Ауыл қазақтың алтын бесігі. Қазақ радиосы